Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Сеткүл. Бүгінгі видеомда сіздерге өте қызықты нәрсені көрсеткім келіп отыр. Адамның ағзасы өте күрделі болады. Оны қай жолменен тазалаймыз? Жол көп. Мен мысалы Америкаға барғанда мына детокс дейтін аппаратты алып келдім. Адамның аяғында, табанында 2000 нүкте болады екен. Мына аппараттың 2000 нүктеден неон арқылы, ана кішкентай ғана ішінде тұрған қара неон аппараты арқылы, мына аппаратпенен жаңағы 2000 нүктеден адамның ағзасындағы шлактарды шығарады. Қан тамырды тазалайды. Темекі тартқан адам болатын болса, мына су біраздан кейін темекі сасып кетеді. Қазір мені көрдіңіздер, краннан жылы су ғана салдық. Ғабиден солай ғой. Жылы су ғана салдық, кішкентай ғана тұз салдық. Өйткені Алматының суы тұщы болады. Сол себепті тұз салдық аз ғана. Енді мына аппақ суымыз қазір сарғайып келе жатыр. Бүтін бүйрегі ауырған адамдар болса, мына су зәр сасып кетеді. Ал қаны таза емес адам болатын болса, кәдімгі қан сасып кетеді. Мына төңіректің барлығы қан сасып, сондай жанына отырсаң түшкіріп мазан кетеді. Мен қазір бетперде мына сөйлейтін болғандықтан салмай отырмын. Өйткені көп отырғанда түшкіріп мазан кетеді. Өйткені мына адамның денесіндегі токсиннің бәрін шығарады. Содан кейін суставтардағы, лимфа өзілдердегі мынаның светі сіздің ауруыңыздың қандай аурудан, қандай организмнің қай жерінен шлак шыққаны түсіне байланысты. Мысалы, адам әдемі болу керек. Адамның сыртты қанша әдемілесең де әдемі болмайсың. Өзің соншалық әдемі адам бола тұрып, сыртыңды әдемілеп майла, боя, бәрібір әдемілігің көрінбейді. Мына ішкі дүниенің, ішкі ағзаң жақсы таза болатын болса, бетің жалтырап, бетіңде дақ болмай, бөрткен болмай, сондай әдемі болып тұрады. Сондай әдемі болып, адамның бетінің өзі әдемілігі осы ішкі ағзаның жалпы адам құрылысының тазалығынан. Сондықтан мен бұл аппаратты көбінесе келіншектер қызығады. Әдемі болғылары келеді. Келіншектер, қыздар өте көп келіп осы аппаратпен тазаланады. Енді мына суды қарап отырсақ, басында аппақ еді, кәдімгі краннан шыққан жылы суды құйдық. 10 минут өтіпті. 10 минут өтті, судың рәңі бұзылды. Мына оранжевый цвет нейтрализация шлаков из суставов дейді. Сустав тазалап жатыр. Қоңырлана бастағаны печеннен шыққан шлак, жаңа бауырдан шыққан, және клеткадан шыққан сүрген адам бойындағы никотиндер. Әлі қарайған жоқ. Қарайған жағдайда ол жаңағы бауырменен өт жолдары болады. Өте қатты жасыл болса, жасыл қою жасыл болатын болса, ол таза өт болады. Бұл детокс аппаратына таза краннан шыққан жылы суды қоямыз, сөйтіп аяқты саламыз. Аяқты салғаннан кейін ол неоновый клетка арқылы аяқтан жаңағы аяқтың нүктелері арқылы неше түрлі түске бөлене бастайды. Әсіресе 10 минуттан кейін өзгеріс кіре бастайды. Міне қазіргі мына суды жаңағы аппақ краннан таза су құйдық. 10 минуттан кейін өңі өзгере бастады. Әсіресе қазіргі салып отырған адамымыздың организмде, бұл салып отырған кісіде организмде ең алдымен суставты тазалады, сарғыш болды. Ал көбіктері шықты, ол көбік жаңағы лимфа өзілден шыққан нәрселер. Онан кейін астында грибоктар пайда болды. Ары-бері қараған кезде грибоктар пайда болды. Ол жаңағы лимфа өзілден шығатын дүниелер. Енді 30 минутта көресіздер, 30 минутта бұл тіптен қап-қара болады қазір. Міне қазір қыс айы келе жатыр. Қыс айы келе жатқанда бізде қазір мына пандемияға байланысты да лимфа өзілді тазалауымыз керек. Лимфа өзілді, көрдіңіздер ме, лимфадан шыққан қаншама көбіктер шығып отыр. Ал сол лимфаны тазалайтын болса, ең барлығы лимфа арқылы өтетін болғандықтан, сол лимфаны тазалайтын болса, көп ауру адамға жақындамайды. Жалпы адамның ағзасын тазалау деген, ол ең бірінші денсаулықтың ең бірінші құралы деп есептеймін. Ең бірінші құралы адамның ағзасын, адамның организмінің барлығын тазалап отырған. Өте дұрыс.
Мінекей мына детоксқа 30 минут отырып біттік. Басында краннан құйған әппақ су болатын. Қазір судың рәңі қап-қара болды. Кәдімгі жерден шыққан мұнайдай. Ішінде грибоктар да бар. Мына жерде көбінесе жаңағы суставтар, лимфоузелдер, одан кейін желчный өт жолдары, бауырлар, мына қаралары қандікі, қаннан шыққандар, содан кейін бүйректен шыққан. Көбінесе осы организмдегі токсиндерді, енді барлық органнан шығарып десем болады, организмдегі токсиндерді 30 минутта шығарып үлгердік. Мінекей, мен сіздерге детокстың мән-жайын айтып түсіндіріп кеттім. Мынандай детоксқа басында мынандай ақ су құямыз краннан. Көрдіңіздер, тап-таза, мөп-мөлдір әппақ су, кәдімгі су. Жылы су. Әрине адамның аяғына суық тимес үшін жылы су құямыз. Ал енді мынау 30 минуттан кейінгі детокстан 30 минуттан кейінгі адамды тазаланғаннан кейінгі су. Рәңі осындай болды жаңағы. Салған ауруымыздың несі шылағы осылай шықты. Өте көп бұда. Өте мынандай грибкови көп. Өткені ол кісіде отырып жұмыс жасайтын, компьютермен отырып жұмыс жасайтын, көп қимыл жоқ. Сондықтан қан қоюлана бастайды. Қан қоюлана бастаған кезде қан қоюлығынан осындай грибоктар шығады мінекей. Қанды тазалайды былайша айтқанда. Басқа мына өт қалтасын, бүйрегін, лимфаны тазалады және мына қандың сгустық дейміз ғой, қоюланған қанның қанды тазартты. Егер де сіздерге осы тазалану қажет болып жатса, осы детокс аппаратыменен менің видеомның астында телефон нөмірлері тұр және WhatsApp нөмірлері тұр. Соны жазып, WhatsAppқа да жазып хабарласуларыңызға болады. Маған жазылуды ұмытпаңыздар.